Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Параграф 3 халықаралық Астана әуежайы. Бірінші тапсырма оқылым. Мәтінді түсіндірме жасап оқыңдар. Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық Астана әуежайына қатысты ақпаратты кластер әдісімен талдаңдар. Нұрсұлтан Назарбаев атындағы Астана әуежайы Қазақстандағы халықаралық әуежай. Ол Астана орталығынан 14 км қашықтықта орналасқан. Әуежай өз тарихын 1931 жылдан бері бастайды. Сол жылы бірінші әуе алаңы құрылып, 1948 жылдан бастап ауыр ұшақтарды қабылдай алатын болды. 1956 жылдан бастап әуежай тәулік бойы жұмыс істей бастады. Астана қаласының бас жоспары бойынша 2030 жылға дейін күніне 1200 адам, жылына 7 миллион жолаушыға қызмет көрсететін, жалпы аумағы 1000 шаршы метр тағы бір халықаралық әуежай салынады. Әуежай шамамен қаладан 35 шақырым қашықтықта орналасады. Оның құрылысы Көкшетау тас жолы бойында орналасқан. Аршалы аймағында бой көтереді. Қазіргі әуежай ішкі бағыттармен жұмыс істеуге көшетін болса, жаңа әуежай халықаралық бағыттарға қызмет көрсететін болады. Астана халықаралық әуежайы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың есімімен аталатын болды. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2017 жылғы 20 маусымдағы қаулысы Егемен Қазақстан және Казахстанская правда газеттерінде жарияланды. Енді сұрақтарға жауап берейік. Астана әуежайының тарихы туралы қандай ақпарат білесіңдер? Әуежай мен вокзалдарға елге еңбек сіңген тұлғалардың атын беру қай елдердің тарихында бар? Елбасының Астана қаласының өсіп-өркендеуіне қосқан үлесі қандай? Астана әуежайы 1931 жылы кішігірім ұшақтарға қызмет көрсету үшін ашылған. Ал қазір әуежай ең заманауи әуежайлардың біріне айналған. Біздің елімізде Астана әуежайына Нұрсұлтан Назарбаев есімі берілген. Елбасы Астананың өсіп-өркендеуіне орасан зор үлес қосқан. Әдеби тілдік норма. Әрбір тілдің сөздік құрамында жалпыға ортақ сөздермен қатар ғылым мен техниканың, өндіріс пен шаруашылықтың жеке бір саласына ғана тән арнаулы сөздері де болады. Тілдің лексикасында ғылым мен техниканың алуан түрлі саласына қатысты қолданылатын мұндай сөздерді термин сөздер дейміз. Қазақ тілінде негізінен мынадай ғылым терминдері кездеседі. Бірінші, математика терминдері: аксиома, синус, радиус, косинус, котангенс, бисектриса, коэффициент тағы басқа. Екінші, физика терминдері: вольт, ампер, энергия, амплитуда, оптика, атом тағы басқа. Үшінші, химия терминдері: катализ, ерітінді, аммиак, озон, бром, йод, сульфат тағы басқа. География терминдері: материк, циклон, оазис, меридиан, архипелаг, климат тағы басқа. Спорт термині: бокс, зілтемір, акробат, спартакиада, стадион, теннис тағы басқа. Қоғамдық саяси терминдер: демократия, реформа, кодекс, конституция тағы басқа. Әдебиет пен өнер терминдері: театр, сатира, опера, драма, эпос, дирижер, режиссер тағы басқа. Лингвистика терминдері: лексикография, стилистика, фонема, морфема тағы басқа. Медицина терминдері: терапевт, хирург, диагноз, рентгенолог, фармацевт, процедура, препарат тағы басқа. Биология терминдері: ботаника, микроб, гибрид, ядро, биосфера, цитоплазма тағы басқа. Әскери терминдер: команда, офицер, штаб, миномет, тактика, маневр, артиллерист тағы басқа. Мұнан басқа да өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының түрлі салаларына қатысты толып жатқан терминдер кездеседі. Бір тілдің шеңберінде қолданылатын терминдерді түгелей жинақтап жүйелейтін ғылымды терминология деп атайды. Екінші тапсырма. Ережедегі ғылым мен техниканың түрлеріне қатысты өздерің білетін терминдерді жазыңдар. Поэма, проза, баллада, гипотеза, функция, алгоритм, синтаксис, морфема, термодинамика, аллитерация, эпитет, эпиграф тағы басқа. Үшінші тапсырма. Термин сөздерді табыңдар. Астана халықаралық әуежайының ұшу-қону жолағы қайта жаңартылып, жолаушы терминалы қолданысқа берілгеннен кейін 2017 жылы жолаушыларды өткізу мүмкіндігі 3 миллионнан 7 миллионға дейін артады. Жаңа терминалда 25 тіркеу орны жұмыс жасап, 3 конвейер жүк беру қызметін атқарады. Көші-қон мәселесі бойынша 24 жерден ақпарат алуға мүмкіндік туады. Жаңа терминал жылына 4 миллион жолаушыны өткізеді. Астаналық әуежайды одан әрі дамыта түсу
ірі жобалардың қатарына енгізілді. Ол Нұрлы жол және 100 нақты қадам бағдарламалары аясында жүзеге асырылады, дейді Airport Management Group басқарушы компаниясының бас директоры Клод Бадан. Термин сөздер мұнда: терминал, конвейер, директор, тағы басқа. Төртінші тапсырма: жазылым. Оқылым мәтінін негізге ала отырып, болашақтың әуежайы тақырыбында 1 минуттық эссе әдісімен көзқарастарыңды білдіріңдер. Бүгінгі білгеніңнің ең маңызды қайсысы? Астана әуежайына Нұрсұлтан Назарбаевтың есімі берілгені. Қай сұрақтар сен үшін түсініксіз? Елге еңбегі сіңген тұлғалардың есімін беру қай елдердің тарихында бар? Бесінші тапсырма: қосымша ресурстарды пайдаланып, ұшақтағы жолаушыларға арналған нұсқаулық жазып, термин сөздердің сөйлемдегі қызметін көрсетіңдер. Құрметті жолаушылар, авиакомпания атауы жазылады. Ұшағына қош келдіңіздер. Қауіпсіздік нұсқаулары: ұшаққа отырғаннан кейін бел белдеулерін киіп, оларды ұшу кезінде барлық уақытта киіп жүруді өтінеміз. Ұшу кезінде электрондық құрылғыларды, телефон, планшет, ноутбук ұшақ экипажының рұқсатынсыз қолдануға болмайды. Ұшақ ішінде темекі шегуге қатаң тыйым салынады. Ұшақ ішінде көмек қажет болса, ұшақ экипажына хабарласыңыздар. Ұшу кезінде кеңестер: ұшу кезінде құлақтың бітелуін болдырмау үшін сағыз шайнауға немесе су ішуге болады. Ұшақ ішінде ауа құрғақ болады, сондықтан су көп ішіңіз. Ұшу кезінде ұйқы басуы мүмкін, сондықтан қолайлы киім киіп, көзіңізді жабуға болады. Ұшақ ішінде жайлы болу үшін отырғыштарды регулирлеуге болады. Ескерту: ұшаққа отырғаннан кейін ұшақ экипажының нұсқауларын мұқият тыңдап, оларды орындауды өтінеміз. Ұшақ ішінде қауіпсіздік ережелерін бұзуға болмайды. Сіздерге қауіпсіз және жайлы ұшу тілейміз. Бұл нұсқаулықтың ішінде термин сөздер авиакомпания, электрондық, телефон, планшет, ноутбук экипажының және регулир экипаж сөздері термин сөздерге жатады.